Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен экранда Шерзат Абдуллаев. Бизнес саласына жүргенімізге 7 жылға жақындап қалды. Құдай қаласа, қай сала дейтін болсаңыздар, интернет-магазин Forever, это сетевой бизнес. Сетевой бизнес бәлкім сіздің өміріңізде қаншама рет тап болған шығар, алдыңыздан шыққан шығар. Қаншама адамдар сізге өнімдерін пихать еткен шығар, сіз қаншама адамдардан қашқан шығарсыз. Но бұл деген сөз сетевой маркетингнің әрқайсының системасы дәл солай деген әңгіме емес. Сетевойдың өзінің ішкі жақсы системалары бар. Біз сол системаға сүйене отырып жұмыс жасаймыз. Біз қазіргі қарапайым өмірімізде де сол сетевой бизнеспен айналысып жатырмыз. Бірақ та қалай екенін түсініп жатқан жоқпыз. Мысалы, ақпарат беру арқылы. Қазіргі заманда білесіздер, 21-ші ғасыр ақпарат заманы. Телевидение дамып жатыр, интернет дамып жатыр. Кез келген адам өз саласы бойынша ақпарат берумен айналысып жатыр. Бірақ та тыңдаушылар сол ақпараттан өздеріне керегін алып, ары қарай өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Тура сондай біздің командаға келген адам сетевой бизнеста тек қана өнімді пихать ету емес, адамдарға профессионалды дәрежеде ақпарат беруді үйренеді. Сол арқылы біз адамдардың миына керекті ақпаратты жеткізіп бере аламыз. Нәтижеде ол адам сетевой бизнеста ертең нәтижеге жете алатынына 100% сенімі кәміл болады. Соның артына біздің командада бизнес құра бастайды. Егер де сіздердің де араларыңызда тура сондай системамен пошагово жұмыс жасап, ай сайын $500 $1000 жоғары ақша табам деген ниеті бар адамдар болса, біздің командаға келіңіздер. Бізбен бірге жұмыс жасаңыздар, иншалла біз сіздерді сол дәрежеге жеткізетін боламыз. Енді қалай сіздердің командаларыңызға қосыламын деген сұрақтарыңыз болса, шапка профильде WhatsApp ссылка бар, сол арқылы хабарласыңыздар, біз сіздермен байланысамыз, сіздерге қажетті ақпараттарды береміз. Онлайн, әлде болмаса офлайн тәрізде. Егер де шешіміңіз нақты болса, бізбен бизнес құрамын деген ойыңыз болса, командада бірге жұмыс жасайтын боламыз. Бірге үлкен шыңдарды бағындыратын боламыз. Сіздерді күтеміз.